Ассалаумағалейкум оқырмандар. Бүгін осындай керемет жареңнің мантының жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Менің видеомды толықтай қараңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы су, одан кейін тұз, секер, дрож қажет болады. Барлығын араластырып аламыз. Одан кейін үккіштен өткізілген ұнды салып, жақсылап қамыр дайындап аламыз. Қамырымыздың үстіне майлап, одан кейін жылы жерге 1 сағат, 1 сағат жарымдай көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше ішкі салмасын дайындаймыз. Етімізді ұсақтап, майдалап, кесіп алатын боламыз. Содан кейін құйрық майымызды да кішкентай етіп кесіп аламыз. Құйрық майды қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Жуамызды дәл солай майдалап, кішкентай етіп кесіп аламыз. Барлық начинкаларды осылай салып, үстіне тұз, бұрыш, дәміне қарай тұз, бұрыш, қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қолмен де жақсылап, жуанның суын шығарып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырымыз көтерілді, енді қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Осылай астына ұн сеуіп аламын. Одан кейін қамырымызды екіге бөліп аламын. Бір бөлігін осылай ұзынша етіп аламыз да, оны кішкентай етіп осылай кесіп алатын боламын. Бұл граммы 54 болды. Солай барлығын кесіп алатын боламын. Осылай бөліп алдым. Осылай салфамен жауып қоятын боламын үстінен. Одан кейін бір бөлігімен жұмыс жасаймыз. Осылай скалкың көмегімен тек шет жағын ғана жаятын боламыз. Ортасы осылай кішкене қалыңдау болу қажет. Содан кейін салмамызды салып, осылай видеодағыдай бүктеп алатын боламыз. Сонда әдемі болып шығады. Осылай барлығын дәл солай жасап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын дайындап алдым. Енді майымызды қыздырып аламыз. Одан кейін жаңағы мантыларымызды салып, жақсылап, қызартып, қуырып алатын боламыз. Міне осылай барлық мантыларымызды қызартып, қуырып алатын боламыз. Міне барлығын қызартып, қуырып алдым. Салмасына менде ет осындай мөлшерде қалды. Сіздерге қанша кеткенін примерно жазып жіберетін боламын. Осындай салма ет қалған болатын. Енді мантыларымызды осындай мантоварканың ішінде пісіретін боламыз. Осылай барлығын видеодағыдай салып алатын боламыз.
міне осылай салып алдым. Менде примерно 22 штуктай шықты. Енді оны суымыз қайнағаннан кейін үстіне қойып 30 минуттай пісіріп аламыз. Мантымыз дайын болды, дәмі керемет болып шығады, бізге ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.